Армағайын, бүгін мен тағы да Тоғызбұлаққа келдім. Бірақ бұл жол жалғыз емес, жанымда достарым бар. Бұйырса осы ауылдан атқа мініп, Екаша деген жайлауға бармақпыз. Міне біздің жүгіміз. Біраз азық түлік алдық. Майымыз бар, тұзымыз бар. Бұйырса бәрін осы қазір УАЗикпен жайлауға жібереміз. Жартысымыз атқа, жартысымыз сол УАЗикке мінеміз. Багажник толы. Тіпті қармағымыз бар. Өйткені екі өзен кеп қосылатын тұста орналасқан Екаша жайлауы. Сондықтан осындай бір қармақ алып алдық. Баулық аулаймыз ба деген оймен. Ал, дайындық қалай? Керемет қой, дайындық керемет. Сен дайындың қалай? Ең дайындалым күшті. Тоғызбұлаққа арнайым дайындалып бір жылдан бері ойлап жүргенбіз. Бүгін ыңғайы келді. Ал, шәмші дейін. Сол Тоғызбұлақ Ерекеңнің ауылына келіп қалдық. Жақсы демалыс болады шығар деген үміттеміз. Алла қаласа бұйырса. Сәт сапар. Аяқ киімді кімнен сұрап келдің? Аяқ киімді түсірмеді. Көкеміздің аяқ киімі. Әдемі ғой. Евро ғой, евро. Ықылас, дрон. Дрон шайын деп тұр қалықтап. Ал, Манас. Туған жерді еске алып, бала шақты еске алып жаңа. Бәйгеге шапқаныңды. Бүгін сон естеліктердің бәрін қайттан жаңғыртып атқа шауып жақсылап қыдырып қайтсақ деп тұрмыз енді. Жақсы болсын бәрі. Айдар деген жігіттен пікір алып қояйық. Маған сөйлегеннен күрескен оңай деп қойды. Ал, жігер. Қалай жал? Алға. Сен Тоғызбұлаққа бірінші рет келіп тұрған жоқсың ба? Иә, мен көріп сам бұл жақта. Сондықтан былай өте әсерлі Болып жатқан жоқпын. Табиғат керемет. Енді жақсылап демалып қайтамыз деген ойдамыз. Ал, Еділ. Не істеп жүрсің? Кішкентай болған добын алып келейін, машинасына түсіп кетті. Ал, Еділ. Ал, міне бүгін Ернар бауырымыздың ауылына келіп қалдық, Тоғызбұлақ ауылына. Қазір жайлауға атпен шауып, жігіттермен бірге шығайық деп отырық. Жағдай жақсы, көңіл күй керемет. Мынаның размері келмеді маған. Сосын енді жаңа үзеңгіде аяқ кішкеде тек ширақ қимылдау үшін кроссовкімді киіп алатым қайтып. Өзің қаладан киіп келген кроссовкың. Иә. Сол қорлық көрмеймін, өкінбейді шығармын деп ойлап отырмын, енді білмеймін қазір. Жаңбыр жауып кетсе қалай болады білмеймін. Қызық болып жатыр өте. Құрманбай ағам келді мінекей. Дарылдаған күшті кісі екен, сапар қызық болатын сияқты. Сол Ербол бауырымыз Америкадан келгеннен кейін арнайы осы жерге сапар ұйымдастырып, Ернар бауырымыздың арқасында Ерекеңді біраз көрсетіп, нұртайық деп. Ризасыз ба бауырым? Иә, Америкадан бірге Тоғызбұлаққа ұшып келдім. Жақсы екен. Көргім келіп тұр енді. Жігер деген досым атқа міне алмай қалды өкінішке орай. Бірақ УАЗиктің ішінде не ұстап аламын дейді. Джип пайда болып, ат сияқты шауып барамын дейді. Жалпы қазір УАЗикпен, атпен бөлек барамыз ғой, сол туралы айта кетші. Я бізге атқа міне алмайтын жігіттер бар, қазақ болса да де. Ал, Манас, неге бөлініп жатыр? Енді ол мына жерде бір мына кісі тұр ғой мен. Аға келіңізші. Мына жарты жігіт неге атпен, жартысы неге УАЗбен кетіп бара жатыр? Неге бұлай болды? Сол туралы айтып беріңіз. Жағдайларына байланысты Неге адамдар екіге бөлесіздер? Олардың адамдық құқығы атпен барсын, УАЗбен барсын. Неге екіге бөліп отырсыздар? Мен бөлгем жоқ өздері. Жоқ, сізді айтты ғой, міне халық айтып жатыр, бізді бөліп жатыр дейді. Сіз кінәлі дейді осы. Мына жердің иесі сіз ғой. Иә. Енді сіз жауап бермексіз болар. Ай, какам. Міне біз 10 ат болып ауылдан шықтық. Міне өйде. Уағалейкум ассалам. Етекте ауылымыз қалды, Тоғызбұлақ. Біз қазір шығысқа қарай, жайлауға қарай кеттік. Анау төменде Шетмеркі өзені ағып жатыр. Әбәдемі табиғат керемет болып тұрған кез қазір. Маусымның кезі, ағыз құлпырып тұрған шақ. Қараңыздар, төмен жаққа. Қазір ат жолмен төменде ақырын асықпай түсеміз. Кішкене табиғаты тамаша болса да, төмен түсу өте қиын. Сол себептен кішкене кейбір аттарымыз жүрмей қиналып жатқан жайымыз бар. Десе де қазір аман есен төмен қарай түсеміз деген ойдамыз. Қазір бір өзді жолға түстік. Жігіттер, сәлем жолдап қойыңдар мына жаққа қарап.
мына жақ сай. Сайға қарай төмен түсіп бара жатырмыз. Өч! Міне Шетмеркінің табиғаты. О, қандай керемет. Былай қарай кетсеңіз, мына Шетмерк өзені ана жаққа барып Шарын өзеніне құяды. Осындай табиғат тамаша. Бір ат жүрмей, бір екі жігіт ат алмастырыпты. Үлгерді. Ауылдың жігіттері міндәне атқа. Міне Шетмеркінің сайына да түстік. Бүгін ауа райы да өте ыңғайлы. Күн аса ыстық та емес, жауын да жоқ. Бағана бірақ енді біз жолға шықпай тұрып, жауын жауып кеткен. Соның әсері болса керек қазір. Дала аздап салқын болып тұр. Дегенмен жылы киімімізді киіп алдық. Шетмерк өзенін кесіп өтіп барамыз. Жігіттер арғы жағаға өтіп те алды. Мынау міне Шетмерк өзені ағып жатқан. Зана төбеден түстік әне. Біраз бір қызық, әрі қиын жолы болды бұл. Біз жаңа ауыл жақтан Шетмеркінің сайына түсіп, енді қарсы беттен өрге қарай көтеріліп бара жатырмыз. Қарағайлы сай деген сайдың ішімен жүріп келеміз. Осы жол арқылы Арал деген жазыққа шығамыз. Қазір енді біз кішкене жолда суретке түсіп, видеоға түсіргендіктен өзіміздің уақытымыздан кішкене артта қалып келе жатырмыз. Сол себептен асығу керек деп жатыр жол бастап жатқан жігіттер. Өйткені бірінші топ жаңа УАЗикпен Екашаға қарай кетіп еді. Солардан біз қатарласып жүреміз деп келіскен болатынбыз. Бірақ қалып келе жатырмыз аздап ол топтан. Ол топ қазіргі уақытта Екашаға жетіп те үлгерген болар. Бұл тау арасында ұялы байланыс желісі ұстамайды. Сол себептен олардың қайда жүргені бізге нақты белгісіз, беймәлім. Ал енді біз мына Қарағайлы сай деген керемет сайдың ішінде келе жатырмыз. Қараңыздар қандай әдемі. Мына бір шеті қарағай, бір шеті мынандай гүлдеген бұталар өсіп тұр. Көліктің ізі тұр. Деймін, мына жерге қандай көлік көтерілетіні белгісіз, шыны керек өте тік. Тастақ жер екен. Тастар да дәу-дәу. Мына біздің астымыздағы аттар да әбден машықтанған. Осы жақтың жер жағдайына әбден үйренген мықты аттар десек болады. Таудың аттары. Тауға шығуға, сайға түсуге әбден икемделіп алған. Басын жібере салсаң өзі-ақ жүре береді. Біз ана төменнен осы Қарағайлы сайды жағалай көтеріліп келеміз. Керемет, ғажап дегеннен басқа айтарға сөз таппай тұрмыз. Шыны керек, қайта-қайта сол аузыма түсетіні керемет пен ғажап қана. Дегенмен сол бір сөзден ақ немесе мына видеодан ақ бұл жердің табиғаты қаншалықты әдемі екенін бағамдай беріңіздер. Міне мен жігіттерді қуып жеттім. Қарағайлы сайдың үстіне шыққан. Ал көрейік. Қалай жігіттер? Ал жол бастап келе жатқан олан не айтар екен? Біз не дейміз деп, Қалай жалпы? Қиын болып жатыр ма мына? Жоқ, жақсы, балалар жақсы, атқа бәрі әйбат не екен. Жақсы болып жатыр негізі. Міне Аралдың жазығы. Қараңыздар, шөбі шүйгін қалың. Мына жағы қарағай, мына жағы сай. Арғы шеттен қулық тауы, Ақтоғайын көрініп тұр. Ал Ержан, Арал жайлы айтып жібер өзің бір пікір. Арал деген жалпы не жер бұл? Арал орта меркін мен Шетмеркінің ортасын жалғап жатқан Арал шығып болғаннан кейін Арал деп атаған бұл жерде. Жаңағыдай жазыққа шөп аз болған кезде осы жақтан елдер қол шауқымен шөп шауып, беттің барлығын қол шауқымен шауып болады қыста малға азық ету үшін. Ал жазды күндері осы төмен жақтың барлығында жылқы, сиыр жайылады. Енді қойшылар отырады арғы Аралдың етегінде. Аралдан кейін қазір кіші Талды деген жер бар. Талдыдан кейін орта меркіге түсеміз. Осы міне Аралдың жайын Ержан жақсы айтып берді деп ойлаймын. Қазір енді тезірек алға осып кеткен жігіттерді қуып жету үшін камерамды өшіріп, камераны Талдыға барғанда бірақ қосайын. Жолыққанша.
Талдының сайына қарай түсіп барамыз. Атымызды біраз терлетіп шауып алдық жаңа аралдың жазығында. Енді мына талдыға келген кезде кішкене бәсеңдеп ақырындап түсіп келеміз. Қазір ана арғы беттен көтеріліп Қарағайдың арасымен Орта Меркінің сайына түсеміз. Ал талдың су кешіп өтейік ал мына жақтан. Қараңыз, сайы, талдың сайы мынау. Оп, кеттік. Ал енді өрге көтерілеміз де Орта Меркеге қарай шығамыз қазір. Ағасына шапқысы кіп тұрды көйтір. Дәкең бүгін атқа бірінші рет мініп тұр. Ал дәке, екеуміз асықпай жүріп сұхбат құрайық. Жалпы әсер. Әсер, бауырым не? Өте керемет әсер. Шынымды айтайын, осындай табиғат аясымен қауышып атқа мінуді үйренген, енді білмеймін. Ер жігіт үшін бір бақыт деп ойлаймын. Меніңше осы жерде туризмді дамыту керек. Сан жерде өзім арыладым. Тоғызбұлақтың табиғатындай ешқандай жер менің дейді көңілімнен шықпады. Бұл мен шын сөзім. Не қазір әдемі сайдың ішімен Орта Меркеге қарай түсіп барамыз. Жап-жасыл табиғат, ну орман, алқызыл гүлдер, көк майса шөп, тастақ жол, қарақат, долана, бүлдірген. Қысқасы осындай бір әдемі, тамаша жер. Орта Мерке өзеніне де келдік міне. Қазір суды кешіп өтеміз. Міне Орта Мерке өзені. Ағысы сондай қатты емес. Ықлас! Сумен үсіш! Міне Орта Мерке. Табиғаттегі бір сондай бір көрсете алмасам ренжімессіздер, өйткені GoPro деген бір камераға түсіріп жатырмын. Бұның бәрі негіз көзбен көру керек. Камера еш бір әдемілікті жеткізе алып жатқан жоқ. Шыны керек. Қысқасы бағанан бері жігіттер осы жол бойы ойланып айтып келе жатқан мәселесінің бәрі сол ішкі туризм тақырыбына кеп тіреліп жатыр. Расымен осындай табиғатымыз бар, осындай керемет жеріміз бар. Неге ішкі туризмді дамытпасқа, шетелден туристер қаптап келсін демей қойық. Дегенмен өз ішіміздегі өз ағайынымыз, өз қазағымыз осы өзіміздің жерді осылай аралап саяхаттап жүргенге не жетсін. Бұйырса қызмет етуге, келген қонақты күтіп алуға дайын жүрген жігіттер көп. Орта Меркенің жоғары жағына да көтеріліп барамыз не. Қазір Жайдақбұлаққа жетеміз осы жерден. Жайдақбұлақтың төбесімен ары қаратай тағы бір ұзын сонар бір жазық басталады. Сол жазықпен шауып барып екі ашаға бірақ жетеміз.
Содан не болды? Не қызық болып жатыр жалпы? Қызық болды, жаңадан бері шауып келе жатырмыз енді. Арасында атты да демалдырып, өзімізді демалып. Жаңа класс дронды қосып бәрін тызға тартып көріп тұрып шабыңдар дегенде шаптық қой. Содан әйтеуір бір осындай жерге келген кезде алдымыздан мына дүзіп шауып бара жатты да неге екенін білмеймін, оңға қарай алды. Оңға қарай қалған жерде 1 метрдей маңдай жар ғой. Жардан секіріп алдыңғы аяқпен тіреп. Енді оны секіретін алдынан да көрдім, соны дайындалдым, дайын болдым. Бірақ сонда да шығып кете жаздадым. Әйтеуір ер тоқымнан ұстап алдыға бір не бар болып отырып, қисалаңдап барып жүріп кетті. 2-3 жыл болды қатып отырмаған. Құйымшақ сүйек өсіп кетті дейді ғой енді астарлап. Атқа да неде жаңағы тақымда кішкене бұрынғыдай емес, жұмсарып қалған. Тақымды бір қыздырып алдық, енді кішкене үйренісіп ат екен түсінісіп қалған сияқтымыз. Шамша дейін көріп соны келе салып, саған сен реакцияның арқасында аман қалдың ғой деп қояды. Әйтпесе мұрттай шығады дедім. Ары қарай чаппай қояшы деді ғой. Чаппағанға қояма, мынау жанына ат келсе болды. Екі құлағын жымқыр болады да алдына ат салғысы келмейді. Шабай кетеді. Иә, атың алдыға қарай ұмтылып тұрса, тізгінін ап тартасың. Жібересің тізгінді. Желмен жарысасың. Сәй сол үшін келдік қой. Табиғатқа. Ерекең ауыл әдемі екен, Тоғызбұлақ, мынау жайлау. Біраз жерді көріп келе жатыр. Енді осы да тауда өскен боламыз ғой. Балалық шаққа саяхат жасағанда әсерде келе жатыр. Оның Тоғызбұлақтың жігіттері де ерекше мейірімді екен. Адамгершілігі мол. Жаңа малшылардың өзі қалай шұрқырап амандасып, жөн сұрасып, қайдан келдің, қалай деп тұр. Бір кісі жарысақ деп қояды әбір. Алдында қояй деп баратыр ана неге. Мына жерде неме деді? Біз барамыз деп бармай қойдық. Шөлтекші. Шөлтекші. Соған мал айдап баратыр, қой айдап. Жарысақ жігіттер деп қояды. Жасы 60-тан асқан десе де бойында жігіттік қуаты бәрі қайтпаған сияқты. Соған қарап деп риза болып қойдым. Осы Тоғызбұлақ ауылының тумасы Мақсат Ясылбайұлының өлеңі. Жетім желкенін сүйретіп жесіргеменің, торайғырасып кеткен күн есімде менің. Артымда қалды әкешім төмпешік болып, батасын беріп қалдартта өсірген елім. Кім білсін әлде қатема дұрыс па мұным, өзімді келіп қамадым бұрышқа бүгін. Ақсамайыңнан айналдым қарияларым, көрінбей кеттің деп маған ұрыспа күнім. Барады зырлап, күн өтіп күн артынан да, адасқандай боп мен жүрмін мұнар тұманда. Қарарша жақтан ұшырсам қапездің әнін, көкіректегі сағыныш бір аршыларыма. Жазында бақпақ бәйшешек қырқасын жапқан, қысында боран тынбайтын бұрқасындатқан. Беу менің Тоғызбұлағым бейнеткер елім, жүн сабап жұрқасын қаққан. Сағынған сәтте бір уыс топырағыңды алып, өзіммен өзім бөлмемде отырамын алып. Адыраспан дауыл шаршадым шуылдан мына, о құдірет, мен шынымен тоқырадым банық. Меркінің суы аңсадым гүріліңді де, аралдың гүлі сағындым діріліңді де. Әкемнің асыл сүйегін тербеткен өлкем, алдыңа келді өзіңнің бір ұлың міне. Көмбенің нанын күйдіріп қартана жапқан, сарборан соғып тұрушен қарқара жақтан. Жолымды саған тосайын ұшықтап жібер, ауыр қамшысын тағдырдың арқама батқан. Аллан жерді таныстырып жібер. Анау ауыл, анау таудың ішіндегі Чыбышы деген ауыл. Ана одан бер жағында Бестөбектің қолдан жасалған көлі бар. Кестің көлі. Мойнақ кесінің несі бар? Көлі бар. Оның бер жағында жол, одан кейін Сарғыр жаңағы айтқан. Одан кейін міне мынау Көкбұлақ жайлауы. Қазір көресіздер. Басқа не дейміз әйтте бар. Басқа бұл жерде кетіп батқан жаңағы жер әлі. Қазір ел енді жайлауға көшіп үлгерді ғой, сол жағы айтсаң. Қай уақыттан бастап көше бастайды? Май айының басынан бастап кете береді ғой. Ана жақын жерлерге отыратындар, мысалға мына Көкбұлаққа отыратын кісілер майдың басында отырып алады же. Ал енді Шөлтекші жайлауына шығатындар енді көшіп жатыр, өйткені қар енді кетті өйді. Ары қарата екі ашаға майдың ортасында кете береді бәрі. Майдың 10-нан бастап 20-сына дейін отырып алады ғой, екі ашаға қоныстанып алады. Көкбұлаққа ерте келеді, өйткені бұяқта қар ерте кетеді. Қай уақытқа дейін болады сонда? Сентябрь айына дейін болады ғой. Сентябрьде күздеуге түседі. Шабыс біткеннен кейін жазық дейміз ғой бұяқта. Сояққа қарай түседі. Қойшының бәрі түседі. Ауылдың маңына, иә? Иә, ауылға жақында. Ол кезде ауылға жақындайды, кәдімгідей жақындайды. Қыстау, Торайғыр, Ақтоғай сояқтарға кетеді, ояқта енді жаңағыдай қыстай отырады, мал төлдеп болғанша. Енді содан сөйтіп алмасып жүре береді ғой.
көктемде кейбір қойшылар көктем дейді, жаңағы аралға отырады бір айдай. Мына екі ашаға не шөлтекші жайлауына шығатындар торайғыр ыстық болып кеткеннен аралға отырады бір айдай қар кеткенше жаңа. Одан кейін бері қарай жаңағыдай көшеді тағы да неге шөлтекшіге шығады. Ал мына жайлауда жаздың күннің өзінде кәдімгідей күн салқын болады. Салқын болады, кәдімгідей салқын болады. Недегідей футболкамен жүру деген жоқ, жейдешең жүру деген жоқ. Қалың киде жүр. Түн ішінің өзінде бұяқта енді кәдімгідей минусқа кетеді ау. Плюс болмайды, 0 градустан төмен болады ау. Мына етекте ағып атқан не өзен? Бұл ма? Бұл екі аша өзені ғой, екі аша жаңа су айтып жатыр ғой, жайлаудың өзені. Сол өзен, жақта екі аша деген ол, екі аша деп екі мынандай сай ғой, бергі аша, арғы аша деп айтып жаңағы екеуінде де су ағады. Сол сулар кеп қосылып мына жерде тағы да чат бар Көкбұлақта. Сол жерге қосылады да, осы ағыте барып Чарынға қосылып кетеді бұл өзен. Міне біз жаңа Көкбұлақ деген жерге тоқтап, бұлақтың суын ішіп, аттарымыз суарып, тынықтырып, өзімізде бір демалып алдық. Қазір қайтадан жолға шықтық. Жалпы ауылдан шыққалы жолда келе жатқанымызға 5 сағаттай уақыт болды. Бұйырса аз уақыттан кейін екі ашаға да жетеміз. Міне, мына Көкбұлақтың көрінісі қараңыздар. Ана дөңгісте тұрған бізге көрінеді. Біз демалып алған. Мына жолдан шығып. Нүркөндік қайсы? Нүркөндік мына асып. Міне, екі ашаға да жеттік. Ал қазір төмен түсеміз де бұйырса арнайы дайындап қойған қонақ қып күтетін үйіміз тұр. Соған барамыз. Міне екі аша жайлауы осы. Көріп тұрғандарыңыздай мына екі саймен екі өзен кеп қосылады екен мына жерде. Соған байланысты аты екі аша деп аталып кеткен бұл жердің. Жоғарылаған сайын әр бұлағы бар сайдың ішінде қойшылар отыратын болады. Мына жотаның өзінде қазір 6 қазақ үй отыр. Мына сайдың ішінде көшіп келгендердің өзі қазір 10-нан асады шамамен 15-16 үй отыр. Дәл қазір бізге көрініп тұрған осы төңнен. Ал көрінбей тұрған былай қарай екі ашамен былай жүре берсеңіз жоғарылап екі жолдың судың екі жағында әр сайдың етегінде қойшылар отырады. Міне біз көрініп тұрған не бір үй. Мына жақтан дөңді көріп тұрсыз ба, аппақ болып қанша үй тұр әне. Мына сайда да міне тігілген үйлер. Бұлай қарай өрлей береді. Мына жақ міне тау. Екінші ме. Бұл жақта да үйлер тігілген. Ел жайлауға енді көшіп келіп жатыр. Бұл жаздың басы. Әлі малшылар толықтай көшіп келіп үлгерген жоқ. Жаңа біздің өзіміз осы ауылдан шыққалы бері осы жаққа келе жатқан бір-екі көшті басып оздық. Бұйырса алдағы 2 аптада бұл жер мыңғырған малға толы болады. Әрбір қазақ осылай өзінің қазақ екенін бір сезіну үшін жайлауға келіп, өзінің бауырларының арасында демалу керек. Сол кезде өзінің бір мезет қазақ екенін сезінеді. Сондықтан да бауырларым, көрермендер жайлауға келіп, бір демалып, қандарыңдағы бір ұшқындарды оятып кетіңіздер. Сондай тілек айтамын. Жақсы демалыс болсын. Дәке, саманға өзің жауап беріп отырсың ба? Ыстық шай ішесіздер ма? Малды сойып, тушалап әкеп берді. Біз тушаны бірден бұзып, әрі қарай турап жатырмыз. Қазалаға басақ, ұрдақ. Аттарды қойып жатыр отқа. Таңертең тың тұрсын деп. Таңертең ауылға бару үшін де аттың тыңы керек бізге.
Ереке бармады ғой сені алып? Жоқ, апарып берген. О, Ерекені енді осының алдына ауылына апарсақ енді. Бүгін атқа міне алған жоқсың енді, бүгін УАЗикпен келдің. Отырғыздық енді. Енді кішкене Бірақ жасын. отырсын көрсін деп енді ертең бұйыртса біз отырамыз. Айтпа. Самалтау хайран едім шалқар көлім не болар солдат болып айдай өткен өмірім-ай есіме қайта түсе бердің бір жуып кіндік кескен айдай туған жерім-ай ат емеспіз жаяумыз жаяудан да баяумыз 15 күндей жүргендай омбы жаққа таярмыз Қапез Байғабылұлының әні дейді ғой енді. Сондай тұлғаның өмірден өткенін, оның Стамбулда оқығанын дәйектейтін бір артында әні қалғанда. Оны мысалы Тоғызбақта туған жігіттер ғана емес, мысалы басқа өңірде өскен Сүгітінің жігіттері. мысалы. Иә. Біздің ауыл шұрайлы ахоу тоғыз бұлақ семірген ой жүре алмайдай оу өгіз құламай Өйде. кейбір жаман тамшыға ахоу жете алмайдау дәметіп ей жаратқаннан оу теңіз сұрабай орта меркі шет меркі меркі қарқарой келгенменен ой жердің көркей Өйде. білім алдым Стамбул ахоу қаласында алаштың ей тәлім бердім оу баласына өлгеннен соң құржылап ахоу кірісіне кім жетер ей азаматтың оу бағасына орта меркі шет меркі қарқарай келгенменен оу жердің көркей орта меркі шет меркі қарқарай келгенменен ой жердің көркей Міне, Екаша жайлауының таңғы көрінісі. Таң енді атып келе жатыр. Аспан шайдай ашық. Дала суық. Мал әлі қорадан шығарылған жоқ. Міне бүйтіп қамалып тұр.
Айналада не иттер күзетіп жүр қораны. Ана жақта аттар арқандаулы, сиырлар да қамаулы. Міне біз қонған киіз үйлер. Күн төбенің артынан енді көрінді. Бүкіл далаға жарық беріп жатыр. Неме етекте мына жерде сиырлар жайылып жүр судың жағасында. Жап-жасыл. Сұлулық. Жақсы аға, аман болыңыз. Рахмет. Міне біз екі ашадан қайтадан ауылға қарай жолға шықтық. Кеше УАЗикпен келген жігіттер бүгін қатарымызға қосылып атқа мінді. Кеше атқа мінген жігіттердің жартысы қалып, қайтадан ауылға УАЗикпен қайтып бара жатыр. Мына бір керемет атқа мініп алған Дархан бауырымыздың пікірін біліп қояйық. Балық аулай алдыңдар ма екі ашаның суынан? Балыққа енді болмады. Өйткені бара сап затымызды сындырып алдық та, сонымен балық аулай алмай қалдық енді. Бірақ жалпы екі ашаның суында балық бар дей ма? Балық бар дейді, иә. Форельдер бар. Кеше өзіміз кішкентай османниктер ұстадық, бірақ енді ол балық емес енді былай қарағанда. Негізгі мақсат форель болды енді. Жолымыз жақсы болып, аттарымыз шаршамай, аман-есен жетейік енді. Міне біз Тоғызбұлақ ауылына жеттік. Осымен біздің 2 күндік сапарымыз аяқталды. Сапар жігіттердің көңілінен шықты, бәрі дән риза. Өзім де бір жақсы сергіп қайттым. Бұйырса енді қазір үйге барып, қуырдақ жеп, қалаға қарай жолға шығамыз. Жақсы, сау болыңыздар, саяхаттаңыздар. Жақсы. Көріскенше келесі көріскенше.